Құрметті көрермен қауым, амансыз ба? Келесі эфирлерде амандаспастан бірден тақырыпқа өтіп кетсем сіздердің рұқсаттарыңызбен. Қалай қарайсыздар? Қайта-қайта амандаса беріп, қоштаса беріп, біртүрлі болып отырмын. Енді амандасу керек қой, сонда да сіздің рұқсаттарыңызбен бірден тақырыпқа өтіп кетсем. Бүгін қамшы емі жайлы сөз қозғасақ. Бұның барлығы сатылық өскенде, дәреже өскенде, қасиетке қасиет қосылғанда бұның барлығы түс арқылы, Құдайдың бұйрығымен түс арқылы болатын дүние екен. Мен түсімде 2022 жылы түсімде бір сұңқар жігіттен қамшы сатып алған болатынмын 7000 теңгеден. Сосын 4 рет па 5 рет па қамшыны түсімде көрдім. Екіншісінде сол қасымда Асылбек бар, сұңқар жігіт бар, үшеуміз базарға барып қамшы сатып алатын кезде мен қамшы сатып алуға дүкенге кіріп кетіппін, жаңа екі жігіт сыртта қалып қойыппын. Сондай түс көрдім. Ол жерден де бір қамшы сатып алдым. Одан кейін үшінші түсім қандай болды? Маған пері, біздің әулетті құртып келе жатқан жын, не бар екен, қатын жын бар екен. Менің әулетімді құртып келе жатқан. Сол пері жын, сол маған бишікті қолыма ұстатып, енді сен бастықсың деді де, маған қолыма бишікті ұстатты да өзі кетіп отырды. Сөйтіп мен әулетімді құртып келе жатқан қатын жынды жеңе алдым. Сол қайтпас қайсарлығыммен әділ бола, Құдайдың айтқанымен жүре отырып, мен сондай дәреже жете алдым. Періні жеңе алдым, жынды жеңе алдым. Ең төртінші түсім осы жақында бір аптаның шамасында болып қалды. Оны қызылордалық аққу қызымызға жортып едім. Ол қыз айтты, дәрежең өсіпті. Мен түсімде үйдің ішін аластап жатырмын. Үйдің ішін қамшымен ұрып, ауаны тазалап жатыр. Қамшымен ұрып, ауаны тазалап жатыр екен. Үйдің ішінде жын бар екен, жынды қуып шығарып жатыр екен далаға. Қамшыны, ауаны сермеп жатырмын да былай. И жын далаға қашып шықты. Сондай түс көрдім. Солай сатылық өсіп жатыр екен. Мен Құдайдан тілеп жатқан жоқпын, бірақ қайтпас қайсарлығым арқасында солай өсіп жатыр екенбіз. Енді мен қамшы еміне Құран арқылы әруақтың рұқсатымен қамшыға кіріскен жамын. Енді осы күндері Ресейден Науша апам емделіп жатыр. Сол кісі қамшы емін алып жатыр, қорғасын емін алып жатыр. Ол кісі Ресейде жұмыс атқарамын, Ресейді көтеремін деген белсенді бір керемет ниеті бар. Жас үлкен кісі, бірақ жас қыздай. Сонымен мендегі 7000 теңгеге түсімде 7000 теңгеге қамшылар сатып алдым ғой. Мына қамшылардың бәрі 7000 теңгеден тұрады, қараңыз. Мынау өте адамға тиген кезде адамды ой жібереді. Мына Асекең осымен қамшылады ғой, қаншама адамды. Ойбайлап жүреді, сойып жібереді. Мынамен де не қамшылаймын. Бұл үлкен, қараңыз. Үшеуі үш түрлі. Көрдіңіз ба? Үшеуімен де қамшылаймын. Енді қараңыз. Қамшы емін солай аян арқылы, түс арқылы солай. Болмаса мен өмірімде қамшы ұстаймын, елді қамшылаймын деген ойымда болған емес. Ондай арманымды болған емес. Бірақ Құдай басқа салса, істейді екенсің ғой. Сонымен қамшы емінің қандай хикметтері бар? Бұл деген сөз өте керемет. Сүйектен бастап, сүйектің ішіндегі май, сүйек, қан тамырлары, бүкіл органдар, ет, тері, солардың барлығын қамшы емі тазалайды екен. Өзімде 7 жыл бойы қамшы алып келдім ғой, енді өзім басқаларды қамшылап жатырмын. Егер мен мазам қашып, біраз мазасызданып қалсам, мен өзімді өзім қамшылаймын.
аямай дененің бәрін соққылаймын. Сүйінбай атам шақырамын ата қамшылап берші деймін де өзімді соққылаймын. Сонда денемнің барлығы дыз қызиды, аттай болып шапқылап кетемін. Сонымен қараңыз, адам баласын мынау суретті көрдіңіз ғой, мына қолдың ішінде мынау құртты көрдіңіз ба? Адам денесінде осындай құрттар болады. Бұл қайдан пайда болды? Біз арам көп жейміз, күнә көп істейміз, тіліміз ол жаман жерде жатамыз, жаман зат жейміз, дәретсіз тамақ ішеміз, анадан туылғанда дәретсіз туылдық, сөйтіп күнә бойымызға арқалап өмірге келдік, жүкпен келдік, небір аурулармен келдік, сүйек аурулары, ет аурулары, орган аурулары, тері аурулары, бәрін білесіздер, сондай қышыма аурулары, экзема бар, теміреткі бар, псориаз, витилего, солардың бәрінің ішінде мынандай құрттар адамның ішін жеп бастайды. Сіз тамақ жеп, шомылып, бұлардың барлығын қамтамасыз етіп отырасыз. Сіз тірі екенсіз, бұл құрттар өте жақсы сіздің денеңізге орнығып алып, өзара будандасып көбейіп сіздің денеңізді жеп, қуатыңызды жеп, энергияңызды жеп, денсаулығыңызды жеп, іштен бүлдіріп жатады. Сондай сіз соларға азық, тамақ жейсіз ғой, осыларға азық беріп отырасыз. Өлгеннен кейін бұларға азық бармай қалады ғой, өлгеннен кейін. Бұлар сіздің денеңізді жеп бастайды. Жеп бастап тек қана сүйек қалады, қалған сүйегі қалып қояды. Жарайды. Және тағы да қандай нелер бар? Көрге түскен кезде сіздің қаншалықты күнәңіз көп болса, мысалы жалаңаш жүрдік, бүкіл жеріміз ашық болды. Сөйтіп жүрген кезде көз тиді, сұқ тиді, шайтан жалап кетті, ит жалап кетті, әйтеуір адамның көзі тиді, сұқ тиді, әйтеуір жамандыққа көп орындықтағыны. Сөйтіп денемізде құрттар пайда болды. Іштей жеп, түрлі ата-бабадан қалған қарғыстар сүйектің ішіне салынады, сүйектің ішінде салынып, ол менің өзіме түсімде көрсетті. Мен сүйегімнің ішінде, аяғымның сүйегінің ішінде ата-бабадан келе жатқан қарғыстар бар емес пе, күнәлар, қателіктер, сол барлығы адамның аяғының сүйегінің ішіне салып береді екен. Ол сүйек қақсайды, уйды, ревматизм болады, сондай ауырады екен. Сол қамшы емі солардың бәрін тазалайды екен ғой. Клетка болсын, сүйек болсын, ет болсын, осындайлардың барлығын сыртқа шығарады екен. Сыртқа шығарып тазалайды екен. Қараңыз, бірінші болып мен қамшы емінен өткен кезде менің үстімнен бүргелер төгілді, білесіз ба? Үйдің барлығын, төсегімді де бүрге басып кетті. Үйде мысық жоқ. Мысық бар, аппақ мысығым болды. Мен содан көріп жүрмін. Жан-жағымның бәрін ақтық төсеп тастадым да үстінде отырдым. Үстім қасый берем, бүрге деген басып кетті. Үйдің бәрін бүрге басып кетті. Содан қиналып мен жаңағы бүргелер біртіндеп ұстап алып өлтіретін болдым. Қарап отырам, ақтың үстіне бүрге келіп қонады. Ұстап аламын да өлтірем. Қайдан келді деймін. Сөйтсем, менен төгіліп жатыр екен. Менің қамшы емнен өткен ғой. Үстімнен бүрге төгіліпті. Одан кейін екінші рет не төгілді есімде жоқ. Ақырында аян түс көрсетті. Түсімде санның алдыңғы жағында, сан емес, балтырымның алдыңғы жағында сүйегім тесіліп қапты да, ішінен қызыл түсті құмырсқа шығып бастады. Сол кезде мені қызылордалық бір жігіт қамшылады. Сол қамшылаған кезде менің аяғымда ата-бабадан келе жатқан
қарғыс аяғымда тұр екен, сол қарғыс құмырсқа кейпіне кіріп, мен денем сүйек арқылы, сүйек тесіліпті де сүйектен шығып кетті. Ол хикмет қой. Сол кезде сол жерім мынандай ғана жазылмайтын жара болып тұрған, сары су аға беретін, қыши беретін. Сол бір күні қарасам, менің спальнямның полына кешірім өтінемін, полыма құмырсқа басып кетті, қызыл түсті құмырсқа басып кетті. Мына жақтан қамшы емін алып жатырмын. Сол күндері, дәл сол күндері еденді қызыл құмырсқа басып кетті. Бұл қайдан пайда болды десем, менен төгіліп жатыр екен. Сенесіз ба? Енді маған сондай қасиет беріліпті, қамшыгер болыппын. Үйге келген кез келген науқасты бірінші қандай ем саламын деп Құран арқылы аруақтан сұраймын, аруақ өзі тағайындап береді. Қамшы ем болса, мен қазір тек қана дүре салып жатырмын. Дүре салып жатырмын. Тіке тұрғызып қойып, 7 күннен дүре саламын, бүкіл денесін ұрып шығамын, және бұнда варикоздар, қан тамырлар барлығы реттеледі. Варикоздар жойылады, қан тамырлары реттеледі, органдардың барлығы дұрыс жұмыс істейтін болады. Жаңағы мынау нені көрсеттім ғой мен сіздерге, мынау адам денесіне кірген кезде мына ине пайда болады екен, көзі көрінбейді ине. Адам денесіне кірген кезде ол укол болып, сондай бір тылсым күштің керемет емі укол сияқты денеге кіреді екен ғой. Мысалы, мына жерің сенің, мына жерде бір жамандық тұрған болса, шайтан отырған болса, дәл осы жерге тиеді екен да, бұл жерің көгеріп кетеді екен. Көгеріп, ол сосын соның сарғайғаннан кейін ағарады. Дәл осы жерде анау нені қаралықты өлтіреді екен, дәл осы жерде отырған қаралықты өлтіреді екен, жазылып кетеді, ауырмайтын болады. Сенесіз бе? Әрі қарай менде мынандай оқиға болды. Менің аяғыма, көрінетін жеріме қамшы тиіп қапты. Қарасам, мынау көк көмбе болып кеткен ғой. Қарасам, жаңағы көз алдымда тұр. Жақсылап қарасам, тышқанға ұқсайды. Тышқанның мүсіні шығып тұр анау көктің ішінде. Бір 3 күннен өткен екен, жаңағы сарғаяды ғой. Көгерген дүние сарғаяды дене. Сол кезде қарап қойсам, жаңағы тышқан кімге айланып кетті, білесіз бе? Аттың үстінде кетіп бара жатқан батыр атаға ұқсады ғой. Сонда анау көгергеннің мендегі мысалға сондай бір мінез бар шығар, тышқандық мінез. Қандай адамдар аңду, сөз тыңдау мысалға да, сондай бір әдетім бар болған шығар. Сол неде жүреді ғой, нәпсі сияқты, қылыптың ете қалады ғой, қызығушылық дейміз ғой ондай нәрсені. Сол зып етіп мінезін біліне қалады. Сондай бір әдетім бар ма, қызығушылығым басым ба, сол кетіп менің бойыма ата батырлық кірген екен да. Батырлық, сауытты ата, батыр ата. Сол мен бойыма енген екен. Түсінесіз бе? Солай жамандықты алып тастап, орнына сондай бір ғажапты кіргізеді екен. Бұл жайдан жай емес. Бұл өте үлкен хикмет. Бұл Құдайдың құдіреті. Әркімде қамшы ұстай алмайды екен. Оны тек қана Құдайдың бұйрығымен, аруақтардың айтуымен, аруақтардың қолдауымен сол қамшыгер деген қасиет алады екенбіз. Сонымен бұл жаңа айттым ба айтпадым ба, мен қамшы емін істеймін, қамшыгер адамдарды қамшылаймын деген арманым ешқашан болған емес, ол туралы ойлаған да емеспін. Қамшыгер жігіттер бар, солар істейді деп. Енді кімдерді емдей аласыз дегенде, әйел заттарын түгелдей емдеймін. Құраннан түсті ме, қамшы емі түсіп тұр де ма, мен емдеймін әйел заттарын түгелдей. Ал ерлерден 20 жасқа дейінгі ерлерді қамшылай аламын.
20 жасқа дейінгі ер балаларды қамшылауға рұқсат бар. Бірақ үлкен дайындық жасатып солай емдейміз. Тағы да ескертіп кетейін, ем 1-2 күнде немесе бір ай емделіп сіз адам болып кетпейсіз. Оған жылдар керек. Нақты мынандай этаппен жылдар бойына бір күні терісіңіз тазаланады, екінші жылы етіңіз тазаланады, үшінші жылы жүрегіңіз тазаланады, төртінші жылы сүйегіңіз тазаланады. Сөйтіп сіз пәк болып Құдайдың алдына көрге түссеңіз де, осы өмірде өмір сүрсеңіз де, ешқай жеріңіз ауырмай, аман-есен, сап-сау болып, әдем болып жүресіз. Денсаулығыңыз бар болса, кез келген жұмысты атқарып кете бересіз. Кез келген адамға сөзіңіз де өтімді болады. Мейлі ғой, бұл қамшы еміне денсаулықты жөндеп алдыңыз, бірақ екінші жағынан қасиетіңіз де ашылады ғой. Жаңа айттым ғой, тышқан мүсіні ол атты батырға айланып кетті деп. Солай қамшы емінен қасиетте, талантта ашылады. Сізге ұнайтын дүниелерді сіз біліп, сезіп бастайсыз. Бақытты боласыз ғой, қысқасы. Сонымен бүгінгі тақырыбымда кішкене болса да қамшы емін туралы әрі қарай да жақсы хикметті бір оқиғалар болса, қалып кеткен жерлер болса, тағы да айтып берермін. Қазірге осы. Сонымен сау саламатта болыңыздар.